Қазір біз безе жасауға кірісеміз. Ол үшін біз ең алдымен құм шекеріміз бен суды араластырып, отта қыздырып, ертіп алатын боламыз. Бұл бізде итальянский меренге. Дәл осылай орташа отта ертеміз. Енді ақуызымызды көпіртіруді бастаймыз. Жылдамдығын жаймен деп қосып, жоғарылатып, ақ көбік пайда болған кезде жайлап сиропымызды қосатын боламыз. Бірден бәрін қосып жіберуге болмайды, жаймен деп қосамыз. Енді осын 10-12 минуттай араластырамыз. Скоростымыз жоғары скоростта болу керек. Дәл осындай меренге дайын болады бізде. Енді мен бұны екі бөлікке бөліп алдым. Түрлі түстер шығарам десеңіздер, өздеріңіз қалауларыңызша әртүрлі түстер, красительдер қосып, әртүрлі безелер дайындауға болады. Неке енді пленканы осылай кесіп алып, жарты бөлігіне бір түсімізді, екінші жарты бөлігіне екінші түсімізді саламыз. Және бұл жерде маңызды бір нәрсе, осы меренгамызды аса көп қатты қозғай берудің қажеті жоқ. Өйткені көп қозғаған сайын өзінің массасын жоғалтып алатындығына безелеріңіз фигурасын дұрыс ұстамайтын болады. Дәл осылай орап аламыз. Енді насаткамыз бен мешогымыз дайындап алып, оған дайын болған беземізді салып, пергаментті қағаздарға дәл осылай қойып шығамыз. Шпажкамен істесеңіздер де болады, шпажкасыз істеуге де болады. Пешімізді 70-80 градусқа қойып, 1-1,5 сағат көлемінде кептіріп аламыз. Неке безелеріміз дайын.